Сыр елі өнерінің шоқтығын биіктетіп жүрген Қызылорда облыстық филармониясына биыл 50 жыл толып отыр. Осыған орай филармонияның концерт залында халықаралық республикалық конкурстардың лауреаттары фаготшы Марлен Байымбетов пен Руслан Балмасовтың Musical Break атты мерекелік кеш өтті. Аталған шара республика бойынша маманы табыла бермейтін фагот және габой аспабына арналған шығармалар Сыр елінде алғаш рет өткізіліп отыр. Бүгінде сахна төрінде филармонияның камералық оркестрі және Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының мемлекеттік Қарағайлы үрмелі аспаптар квинтеті өнер көрсетті. Жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Жанат Ерманов болды. Концерттік бағдарламада шетелдік көрнекті композиторлардың үздік 12-ден астам туындылары ұсынылып, шығармалық топ өкілдері көрерменнің қошеметіне бөленді. Өнер ұжымдарының міндеті, мақсаты, алға қойған талабы ол әрмен қарай өз қазанда өзі қайнай бермей, өрісін кеңейту. Өзінің өрісін кеңейткенімен әрмен қарай көрерменді де өзінің артына ертіп отыру керек. Оның әрмен қарай жаңарып отыруын, оның әрмен қарай биіктеп отыруын біз қамтамасыз етуіміз керек. Яғни рухани азықты жан-жақты беруіміз керек. Сондықтан да мінекей осындай бұрын соңды бола бермеген концерттерді ұйымдастыру біздің міндеттеріміздің бірі. Және сол мақсатымызға бүгін қол жеткіздік деп ойлаймыз. Көрермендер өте жақсы келді. Оның ішінде бұндай концерттерге жалпы келетін көрермендер, олар осы өнерді түсініп және сүйсініп, қабылдап және әрмен қарай дамытуға ынтық сондай біздің көрермендеріміз. Концерт өте тамаша, өте халығымыз келіп, тыңдап, өте риза болды. Енді филармония 50 жылдығы болып жатыр екен, соған мынау халық өте жақсы келді, өнерді жақсы қабылдап жатыр. Соған қарап осы Қызылорда облысының негізі сол инструменталдық жағын дамыту керек деп ойлаймын. Оркестр ашу керек, жаңа филармония салу керек, инструменттер алу керек деген сияқты жағдайдың бәрін жасау керек. Неге десеңіз, өнер ол қазақтың алды деп айтуға болады, елдің көрінісі деп айтуға болады.